Түркістанда облыс әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссиясының кеңейтілген отырысы өтті. Облыстық құқық қорғау органдары, денсаулық сақтау және білім саласының басшылары мен өкілдері, әкім орынбасарлары, сонымен қатар комиссия мүшелері, аудан қалалардағы комиссия төрағалары мен хатшылары, қоғамдық ұйым өкілдері қатысқан жиында кәмелетке толмағандар арасында қылмыс пен құқық бұзушылықтың, ерте жүктіліктің және өз-өзіне қол жұмсаудың алдын алу жұмыстарын күшейту мәселелері кеңінен талқыланды. Мәжілісте облыс әкімінің орынбасары, кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия төрағасы Бейсенбай Тәжібаев ашып жүргізді. Тура кеше сол соңғы қоңырауды ұйымдастырған сияқты қайтадан жазғы демалыс айларында әрбір осындай отбасы тізімде бар. Жаңа қарап отырмын, ата-аналарға айыппұл салу көтерілген. Тағы да күшейту керек оны. Себебі көп жағдайларда болса да сол жергілікті жаз бойы ата-аналарда болады, отбасында болады балалар. Кейде сол тиісті деңгейде қараусыз қалуының салдарынан түрлі қылмысқа, немесе суға кетуге, немесе басқа да осындай кездейсоқ жағдайларға ұшырап жатыр балалар. Сондықтан әсіресе мұндай уақытта енді болса да білім ұйымдары жұмыс істейді, бірақ дегенмен учаскелік полицияларға ерекше назар аударуды сұраймыз. Себебі бірқатар случайлар, оқиғалар бар. Жергілікті учаскелік полицейлердің дер кезінде назар аудармағаннан салдарынан түрлі қылмыстардың орын алған. Полиция қызметкерлері қайтадан тізімдер бар. Қазір тағы да біз жұмыс алгоритмдерін ұстамыз, қалай жасау керек екенін. Сонымен бірге Ермек Әліпбекұлы аудандармен қайтадан жұмысты, профилактикалық жұмыстарды қайтадан күшейту қажет. Қажет болып жатса, біз мамандар тағы да бөлеміз. Бірге аудандарды аралап, семинар болмасын істермен түсіндіру, бірге тұрғындармен. Ол жұмыстардың бәрінен ешқайсынан бас тартылмайды. Аудан қала әкімі орынбасарлары отыр. Жергілікті ауыл әкімдерін іске қосу, ауыл әкімдерінің жауапты мамандары бар. Бұл жұмысты кешенді түрде бірге атқармасақ, бұның нәтижелерін біз бере алмаймыз. Бұл жиналып, қайта-қайта бұны талқылап, цифрда кем-кетікті ортаға салғаннан біз мәселенің толыққанды шешіміне қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан полиция қызметкерлері тағы да бұл салада жұмысты еселеп арттыру сұралады. Сонымен қатар полиция бөлімінде есепте тұрған өгей әке, өгей шешелермен тұратын жайсыз отбасы есебіне алынған отбасыларда тәрбиеленіп отырған балаларға профилактикалық жұмыстар жүргізу, мектеп психологтарының жұмысын жетілдіру мәселелері қозғалды. Айта кетейік, Түркістан облысында кәмелеттік жасқа толмағандарды қолдау, құқығын қорғау бағытында кешенді жұмыстар атқарылып келеді. Өңірде 17 отбасын қолдау орталығы ашылды. Үкімет тапсырмасына сәйкес Түркістан облысының психологиялық қолдау орталығы мекемесі құрылып, штаттық бірлігі 49-да 5-ке ұлғайтылды. Орталық ашылғалы бері 1300 ата-ана мен 1700 педагогпен және қиын жағдайға тап болған 130 баламен консультация өткізіліп, тиісті көмек берілді. Бүгінде облыста 1797 педагог-психолог бар. Өңірдің мектептеріндегі бала санына сәйкес 86 педагог-психологтың қажеттілігі анықталып, жаңа оқу жылынан бастап енгізу жөнінде тапсырма берілді. Үкіметтік емес ұйымдар арқылы 1327 педагог-психолог, 2514 мектептегі тәрбиеге жауапты маман және 17 аудандағы әдіскерлер біліктілігін арттырған. 5 пен 11 сынып аралығындағы 259.588 оқушыдан психоэмоционалдық жай-күйлерін, мазалап жүрген мәселелерін анықтау үшін анонимді әдіспен сауалнама алынып, көмекке мұқтаждармен тиісті жұмыстар жүргізілген. Балалардың құқықтарын қорғау мәселесі бойынша 1143 білім беру мекемесінің көрінетін орындарында 111 QR коды орналастырылып, қиын жағдайға тап болған кез келген оқушы психологиялық жәрдем алуда. Осы жұмыстар нәтижесінде облыста 2024 жылы өзіне өзі қол жұмсау дерегі 8-ге төмендесе, балалар қылмысы өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда соңғы 4 айда 44-тен 35-ке төмендеген. Ерте жүктілік деректері де азайған. Балалардың қауіпсіздігін қорғау, жан-жақты дамыту бағытындағы жұмыстар жалғасады. Балауса Оспан, Бақдәулет Шахапов, АРТ ТВ жаңалықтары.